Сабақ тақырыбы шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы. Бөліп шығару мүшелері арқылы судың тұздар мен құрамында азоты бар зиянды заттардың артық мөлшері ағзадан шығарылады. Нәруыздар толық ыдыраған кезде азоты бар қосылыстар несеп нәр, аммиак, зәр қышқылы түзіледі. Бөліп шығарудың орталық мүшесі бүйректер. Олар бұршақ пішінді, бел бөлімінде омыртқа жотасының екі жағында орналасқан жұп мүше болып табылады. Бүйректе екі қабат болады. Сыртқы қоңыр қызыл қыртысты қабат, ішкі ашық қоңыр ми қабаты. Бүйректен басқа зәр шығару мүшелері несебағар, қуық, зәр шығару түтігі жатады. Олар ас қорыту мүшелері, қан тамырлар, ауа жолдары сияқты үш қабаттан тұрады. Сыртқы қабат тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Ортаңғы қабат бірыңғай салалы бұлшықет. Ішкі қабаты эпителий ұлпасынан тұрады. Зәр шығару мүшелерінің қызметі зәрді жылжыту, оның жиналуы, уақытша сақталуы және ағзадан шығарылуы. Бүйректе қан сүзіледі, зәр түзіледі. Олар ағзамыздың биологиялық сүзгісі. Егер екі бүйрек бірден жұмыс жасауын тоқтататын болса, 30-40 минутта ағза өздігінен уланады. Нефрон бүйректің функционалдық бірлігі. Әрбір бүйректе 1 миллионнан артық нефрон болады. Нефрон бір қабатты эпителий жасушаларынан түзілген және екі бөліктен тұрады. Нефрон капсуласы капиллярлар жумағы торлап жатады. Ол жерде қан сүзіледі. Бүйрек пирамидалары микроскопсыз көрінетін бүйректің ішкі қабатында жиналған жіңішке жіпшелер. Олар пирамидаға ұқсайды. Пирамидалардың төбесі бүйрек астауының тостағаншасына айналады. Бүйрек астаушасы ми қабатынан басталатын, несебағар шығатын кішкентай қуыс. Нефронда зәр екі кезеңде түзіледі. Біріншісі сүзу немесе фильтрация, екіншісі қайта сору немесе реабсорбция деп аталады. Қан капиллярлар шумағына кең артерия бойынша түсіп, тар артерия арқылы шығады. Нәтижесінде қысым пайда болып, қанның сұйық бөлігі плазма бір қабатты эпителий жасушалар арасынан бүйрек капсуласының ішіне өтеді. Бұл бірінші реттік зәр. Тәулігіне 150 мг түзіледі. Құрамы бойынша ол қан плазмасына ұқсайды. Онда фибриноген, глобулин, альбумин сияқты ірі нәруыз молекулалары болмайды. Екінші реттік зәр түзілу. Ол қайта сору немесе реабсорбция деп аталады. Капсулаға түскен су және пайдалы заттар қанға кері қайтарылады. Әйтпесе ағза сусызданады. Бұл вена капиллярларының қалың торы шырмалып жатқан бүйрек арналарында жүзеге асырылады. Арна жасушалары АТФ энергиясын жоғалтып, сұйықтықты капилляр қабырғасы арқылы қанға кері итереді. Бұл кезде олар арналарда зиянды заттарды, несеп-нәр, зәр қышқылы, кейбір тұздарды қалдырады. Осылай екінші реттік зәр түзіледі. Тәулігіне 1,5 литр шамасы. Тазартылған сұйықтық қанға қайтарылады, ал түзілген зәр пирамидаларға, одан кейін астау мен несебағарға түседі. Зәр қуықта жиналады. Оған шамамен 500 мг зәр сияды. Қуықтың ішінде сілемейлі қабат қатпарлар түзеді. Қысым әсерінен қатпарлар жазылып, зәр жинақталады. Зәрдің негізгі орталығы 8 көз бөлімінде орналасқан. 2 жастан бастап үлкен ми сыңарлары қыртысының бақылауында болады. Сол кезден бастап саналы түрде жүзеге асырылады. Зәр қуықтың бірыңғай салалы бұлшықеті жиырылған кезде зәр шығару түтігіне түседі, одан сыртқа шығарылады. Ер адамдар мен әйелдердің зәр шығару түтіктері әртүрлі болады. Ер адамдарда бір мезгілде жыныс әрі зәр шығару жүйесінің мүшесі, ал әйелдерде тек зәр шығару қызметін атқарады. Енді оқулықта берілген кестені толтырыңыздар. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Бүйректер құрылыс ерекшелігі: бұршақ пішінді, жұп мүше, бел бөлімінде омыртқа жотасының екі жағында орналасқан, қыртысты және ми қабаттарынан тұрады. Қызметтік бірлігі нефрон. Қызметі қанды сүзеді, зәр түзеді. Артық су, тұздар
және азоты бар зиянды заттарды шығарады. Несеп ағар қуыс ішкі мүше, қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Қызметі зәрді бүйрек астауынан қуыққа жеткізеді. Қуық, несеп ағар секілді зәр шығару түтігі және қуық 3 қабаттан тұрады. Қуықтың құрылыс ерекшелігі: бұлшықетті мүше ішкі қабаты қатпарлы эпителийден тұрады, 500 мг зәр сыйғызады. Қызметі зәрді жинайды, уақытша сақтайды, зәр шығару кезінде сыртқа шығаруға қатысады. Зәр шығару түтігі қуыс түтік ер адамдарда және әйелдерде әртүрлі болып келеді. Қызметі зәрді қуықтан сыртқы ортаға шығарады. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.